Ағзаға зиян тағам түрлері. Кофе мен энергетикалық сусындар. Ересек азаматқа күніне 2 шынаяқ кофеден артық ішуге болмайды. Әсіресе адам ағзасына ерігіш кофе аса зиянды. Ол асқазан қыжылына жиі алып келеді. Ал энергетикалық сусындардың құрамында кофеиннен бөлек қант, бояуыш, химия және газдар бар. Жылдам дайын болатын сорпалар. Йогурт пен балмұздақ. Біздің ойымызша йогурт сүттен жасалғандықтан адам ағзасына пайдасы үлкен деп есептейміз. Бірақ олай емес. Йогурттың құрамы реттеуіш, қоюландырғыш, иістеуіш сынды қоспаларға өте бай. Балалар сүйіп жейтін балмұздақтың да зияны көп. Балмұздақ ағзадағы зат алмасуды баяулататын күшке ие. Маргарин тәтті тоқаштар. Ең зиянды майлардың барлығы маргариннің құрамынан табылады. Сондықтан маргарин қосылған тағамдардың барлығы зиянды. Көшеде сатып алынған торт пен тәтті тоқаштарды көп жеген жағдайда семіздіктен құтылу мүмкін емес. Дайын картоп езбесі, смузи. Ет консервілер мен шұжықтар. Ең зиянды тағамдардың тізімін жасап жатқанда кез келген консервіленген тағамдар мен шұжықтар атап өтпеу мүмкін емес.